Бүгінгі тапсырмамыз бойынша ыдыс аяқты тарту кәсіби техникасын көрсету тапсырмасы. Ол үшін біз бүгін шұбат ыдысы, бүгін сусындардың ыдысын жасап көрейік. Шұбат ыдысының 2 литрлігі, енді біз 1 литрлігін жасаймыз. Сондықтан қалай жасалынады, қалай тартылады, барлық көрсетіледі. Бірінші тапсырмада балшықты дайындадық, міне. Балшықты дайындадық, енді бұл тұтқасына кетеді, сондай балшық дайындадық. Енді мен мұнда салып қойдым, енді ортаны іздейміз. Тапсырма бойынша ортаны іздейміз. Жоғары тартамыз, соны төмен түсіреміз. Төмен жақты өзімізге қарай ыңғайлығын жасаймыз. Ортада тартылып тұру керек. Тағы да төмен түсіреміз. Балшық ылғи тартылып төмен түсіріліп тұрады. Сондықтан осыны бір 10 шақты, 20 шақты қаттылығына байланысты. Егер балшық қатты болса, онда тағы да осы станоктың үстінде билеп аламыз. Мынандай балшықтарды керек шет жақта дайындап қоямыз. Енді келесі тапсырма бойынша мынаны қазір кесеміз енді. Ортасын тесеміз. Ортасын тесіп, қолымызды сулап тұрамыз. Енді ортаға қолды салып, егер қатты болса, мынандай қасық бар. Егер қатты болып баратса, қасықпен, ағаш қасығымен тартуға болады. Міне, қасықпен тартып, ұзындау қылып жасаймыз. Қасықты сулап тұру керек. Тағы да біз тұтастай бір ұзындау көлемді ыдыс жасау үшін осы балшықты жоғарғы созамыз. Қолымызды салдық. Осылай соза береміз. Жоғары жақта жіңішкелеу қыламыз, тартып көрсетеміз. Сулап тұру керек, сыртында, ішінде. Тағы да енді төмен жақтағы балшықты тартып аламыз. Жоғары жақтағыны дайындап аламыз. Артық балшықтарын да жинаймыз. Ол егесен бізге керек болады. Алғашқы кейін бір тұтқалар жасаған кезде. Енді төменгідегі балшық қалды. Оны жоғарғы тартамыз. Түрегеліп те тартуға болады. Міне. Түрегеліп. Мына жерде жіңішке қыламыз. Жоғары жағын тағы да жіңішке қыламыз. Жоғары жағын кішкене алып тастаймыз, негізінен қатал ұстаған. Мынандай сайманмен жоғары жағын алып тастаймыз. Міне жоғары жағын алып тастадық. Мында от қоямыз. Енді тағы да арғай тарта береміз. Мына көлемін өзгертеміз. Мынау шұбаттың ыдысының бас жағы қол сиятындай жуғанға арналған. Енді төмен жақты тартамыз. Жоғары жақты жөндеп аламыз. Тағы да жіңішке қыламыз.
Енді жоға жақтың несін қарасаңдар, жоға жақтың төмен жағын жөндейміз. Енді көтеріп болғаннан кейін сыртын жуып тазалаймыз. Осы айналып тұрған кезде тазалап алу керек. Тазалап аламыз. Қай жер қате, бәрін түзеп аламыз қазір. Жуып болғаннан кейін төмен жақты кішкене белгісін жасаймыз. Мына жерге қол сиятындай. Міне. Төмен жақтағы да сүртіп аламыз. Асықпай қарап алу керек. Суға челекті алып тұру керек. Осындай поролонмен бәрін тазалап жуып шығамыз. Енді өшіреміз. Өшіремізде енді бұл сүт құйғыштың несін жасаймыз? Құйылатын аузын жасаймыз. Ол үшін не істейміз? Қолымызды жуып, қолымызды жуамыз. Алдымызда тағы да тапсырмалар. Енді мына жерді белгілеп аламыз да сүт құйылатын жерді дайындап аламыз. Міне. Сүт құйылатын жерді дайындап болады. Енді оның қолға байланысты несін дайындаймыз. Тұтқасын. Тұтқасын не істейміз? Ағашқа илеп аламыз. Міне. Тұтқасы мынандай болады. Өзің қолыңа байланыстырып, міне, тұтқаны жасаймыз. Тұтқаны кішкене жалпақтау жасайық. Тұтқаны жасап. Тұтқаны жасаймыз да. Енді мына тұтқасын дайындап, тұтқасы мұның аузына дәлме-дәл келу керек. Ізін қалдыру керек. И мына жерге. Бұл жерге не істейміз? Мынада дайын балшығымызды, мына жапсыратын балшығымызды жапсырып аламыз. Жапсырып аламыз. Енді осыған дайындаған мынауымызды тұтқаны жапсырамыз. Әдемілеп төмен жағын иеміз, міне. И бас жағын жапсырамыз. Ішкі жақтан қолмен жақсылап басамыз. Дәлдеп аламыз да. Енді бұл жерде стекті пайдаланамыз. Жапсырып болғаннан кейін, енді келесі шұбатқа арналғаннан кейін түйенің бір белгісін қоюға да болады. Ол үшін мынандай етеміз де. Неше түрлі декорлар жасауға болады. Мына жерге бір несін жасауға болады. Енді осында декорды жасап біткеннен кейін бұны аламыз. Бәрі ұшпаларын қойдық. Енді мына жерімізге қоямыз. Мына жерге қоямыз да келесі тапсырманы бүгін тазалап, декорын жасап аяқтауға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бірақ та енді ары қарай қызығатын болсақ, біздің кітапханаларымызда мынандай кітаптар бар. Қышты қалай жөндеу, жақсы жасау толықтай көрсетілген. Авторы Құрманғали Мұратаев және Мұсайып Алиасқар. Осыны алып, ары қарай қалай тапсырмаларды жетік дайындауға болады. Соның барлығын
оқып үйренуге болады. Тапсырма сіздерге солай болады. Келесі сабақта ыдыс жасауды үйретеміз. Ыдыстың көлемі, барлығы шұбат ыдыстары. Рахмет, сіздерге тапсырманы орындаңдар.